Қазақстан халқының ұлттық мерекесі жер дүниені жаңартып, адам баласы табиғат ана қайта жаңғырып түлейтін көктемді өзімен ерте келетін ұлыстың күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Жер жаһанның жаңарып, табиғат ананың қайта түлейтін көктемнің шуақты мерекесі Наурыз да келіп жетті. Қазақ халқы Наурыз айын ерекше қасиеті бар ай ретінде бағалаған. Өйткені бұл төрт түлік мал төлдейтін, күн мен түннің теңелетін, табиғаттағы барлық жәндіктер мен өсімдіктерге жан бітетін, ағайын туыстың ынтымақ бірлігі нығая түсетін ай. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінің директоры Арнұр Қарымсақов, орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архивінің директоры Гүлмира Мұхтарова, орталық мемлекеттік ғылыми-техникалық құжаттама архивінің директоры Баян Жұматаева бастаған архивтер қалашығының қызметкерлері ұлыстың ұлы күнін атап өтті. Әр ұжым ерекше дайындықпен келіп, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, халқымыздың салт дәстүрі мен ырым-тыйымдарының тәрбиелік мәнін ұғындыру мақсатында шағын көріністер көрсетіп, көрермен қауымның назарына ұсынды. Атап айтар болсақ, ғылыми-техникалық құжаттама архиві қыз ұзату сахналық қойылымын ұсынса, орталық мемлекеттік архивінің ұжымы құда түсу салтын көрсетті. Кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архиві беташар рәсімін өткізді. Сондай-ақ архив қалашығының бухгалтерлері мен ұйымдастыру бөлімі бесікке бөлу жөн жосығын көрсетті. Ал орталық мемлекеттік архивінің ведомстволық бөлімінің қызметкерлері тұсаукесу жоралғыларымен таныстырды. Әр ұжым салт дәстүрлеріміздің мән маңызына тоқталып, жан-жақты талдап, түсіндіріп, әдемі үлгісін көрсетті. Мереке барысында жиналған қонақтар қол күресі, ат жарысы, қыз қуу, асық ату сияқты көптеген ұлттық ойындарды тамашалап қана қоймай, өздері де қатысып күш сынасты. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының студенттері әуелетіп ән салып, күмбірлетіп күй тартып, жиналған жұртшылыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Наурыз мерекесінде халқымыз бұлақтың көзін ашып, ауласын, қора-қопсысын тазалаған және ағаш отырғызған. Ата-бабамыздан қалған дәстүрді жалғай отырып, үш ұжым бірігіп, архив ауласына 7 тал екті. Дәстүр бойынша мереке күні әрбір үйде қазан оттан түспей, сорпа сапырылып, кем дегенде 7 түрлі дәм қосылатын наурыз көже дайындалады. Архив қалашығының қызметкерлері қонақжайлық танытып, мол дастархан жайып, наурыз көже мен ұлттық тағамдардан келген қонақтарға дәм татқызды. Үлкендер жағы ұлыс оң болсын, ақ мол болсын десіп, елдің тыныштығын, ауыз бірлігін тілеп, қазақы салтпен ақ батасын берді. Ұлттық салт дәстүрімізді жаңғыртып, құндылықтарымызды паш еткен игі шараның шарапаты мол, есті ұрпаққа өнеге болатыны сөзсіз.